2024 жылы білім беруді өзгерістердің 1000 көшбасшы жобасын іске асыру жалғасуда. Білім беруді өзгерістер көшбасшыларын таңдау келесі кезеңдерден тұрады. Бірінші кезең үміткерлерді платформадан тіркеуден өткізіп, мәлімденген өлшемшарттар бойынша іріктеу және психометриялық тестілеуден өткізу. Екінші кезең үміткерлерді 3 деңгейлі оқыту: базалық деңгей, ілгерінді деңгей және кәсіби деңгей. Үшінші кезең еліміздің жетекші мектептерінде тағылымдамадан өткізу: Назарбаев зияткерлік мектептері, республикалық физика-математикалық мектептері, білім инновация лицейі, дарынды балаларға арналған мамандырылған мектеп-интернаттар. Төртінші кезеңде оқу ағарту министрлігі жанындағы комиссиямен соңғы сұхбат. Бесінші кезең үміткерлерді республикалық кадр резервіне қабылдау. 2024 жылы бірінші басшылардың республикалық кадр резервіне 3000 үміткерді оқыту жоспарланып отыр. Оның ішінде 2500 орта білім беру, 200 мектепке дейінгі білім беру және 300 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының үміткерлері. Бүгінгі таңда 12719 үміткер тіркеліп, оның ішінде 981 мектепке дейінгі білім беру, 10041 орта білім беру, 1176 техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының үміткерлері болса, 392-сі мамандандырылған білім беру ұйымдарының үміткерлері. 129-ы облыстардың Астана, Алматы, Шымкент қалаларының білім басқармалары ұйымдарының үміткерлері. Сонымен қатар, осы жобаға қатысуға тілек білдірген педагогтар үшін өтініш беру мерзімі ағымдағы жылдың 25 ақпанына дейін ұзартылғанын хабарлаймыз. Жобаға қатысуға үміткерлер beyim.edu.kz резерв сайтына өтініш беруі керек.